Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз отырар кітапханасы. Оқу мақсаты мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Оқу мақсатының нәтижесінде мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды. Отырар кітапханасының тарихы туралы бейнесюжетке назар аударайық. Дүние жүзіндегі Александриядан кейінгі ең үлкен кітапхана Отырар қаласында еді. Ғажайып кітапхананың өзіне сай оқырмандары болатыны да заңдылық емес пе? Дерек көздеріне сүйенелік. Егер бүгінгі таңда Отырарда 10 шақты ғалым ғана бой көрсетсе, ол кезеңде даңқы жер жарған ұлы қалада 1100-ден астам қуатты ғалымдар шоғыры салтанат құрды. Сол топ ішінен біздің білетініміз жалғыз Әбу-Насыр әл-Фараби ғана. Әбу-Насыр бабамыздан өзге Отырарда 30 әл-Фараби ғұмыр кешкенін, олардың арасында астрономия, физика, математика саласында әлемдік деңгейде жаңалық ашқан ұлы тұлғалар болғанын, және ол бабаларын қазақ жеріндегі бүгінгі ұрпақтары мүлде білмейтінін ұғыну қандай өкінішті. Егер адам тағдырындағы ең шуақты шұғыла рухани парасат екенін ескерсек, қарын мүддесі ғана алға шыққан бүгінгі кезеңде бәрімізді Отырар кітапханасының ұлы рухани парасаты жебесін деп тілек етелік. Тыңдалым мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аударсақ, әлемдік әйгілі кітапханаларға назар аударылған. Отырар кітапханасының ғылымдағы өзіндік орнын айта келіп, рухани толысуда кітапхананың орнын ерекше айқындайды. Әлемнің екінші үлкен білім бұлағы Отырар кітапханасы Шыңғысхан шапқыншылығы кезінде жоғалып кетті. Бұрын Фараб аталған бұл қаладан тек ислам әлемін емес, күллі дүние жүзіне аты мәшһүр әлемдік ғылымға сүбелі үлес қосқан оқымыстылар шыққан. Әлемнің екінші ұстаз атанған бабамыз Әбу-Насыр әл-Фараби ол әлемнің екінші ірі кітапханасында білім нәрімен сусындап өсті. Енді жетекші сұрақтарға жауап берейік. Отырар кітапханасына кітап қалай жинақталған? Екінші, Отырар кітапханасы неге әлемдегі екінші үлкен кітапхана атанған? Біріншісі қайсысы? Үшінші, сендердің ойларыңша Отырар кітапханасы табылуы мүмкін бе? Тыңдалым мәтіні бойынша осы сұрақтарға жауап іздеңдер. Оқылым тапсырмасы, бұл бірінші тапсырма, 165-ші бет. Мәтінді оқып, ондағы негізгі мәліметтерді анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар. Мәтінді мұқият оқисыңдар, ондағы негізгі мәліметтерді анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар. Бұл оқылым тапсырмасы. Кері байланыстың тапсырмасы 166-шы бет, 5-ші тапсырма. Өздерің тұратын елді мекендегі кітапхана туралы шағын мәтін, сөз саны 60-80 сөз аралығында шағын мәтін жазыңдар. Мұнда қаламыздағы үлкен Абай атындағы облыстық кітапхана туралы жазуға болады, балалар кітапханасы туралы жазуға болады, немесе Шәкәрім даңғылы бойындағы үлкен Шәкәрім кітапханасы туралы жазуға болады. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезекке электрондық почтаға немесе WhatsApp желісі арқылы тапсырманы жіберіңдер. Кері байланыстың тапсырмасы өздерің тұратын қаладағы, яғни үлкен облыстық Абай атындағы кітапхана, балалар кітапханасы бар, қалалық кітапхана бар,
және Шәкәрім даңғылы бойындағы Шәкәрім кітапханасы. Осы кітапханалар туралы шағын мәтін жазасыңдар. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.